Барлығыңызға сәлем. Риананы Бейонсенің бір көшірмесі десе, Бейонсені өз уақытында тәкаппар, өз-өзін патшайым деп санайтын әртіс деп қабылдаған. Бірақ дәл осы Бейонсе Риананың шығармашылықтағы жолын ашқан. Кейін бір-бірін ұнатпаушылық, жақтырмау, біреуі екіншісін ұры деп тану, бір-бірін көре алмаушылық, ал екінші ол әншіні өзінің жолдасымен бірге болды деп айыптаулар да болған. Шын ба, өтірік пе, нақты емес. Бірақ жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды деген бар емес пе? Сол себепті осы шығарылымда екі патшайымның, екі аңыздың, екі иконаның нақты қарым-қатынастары қандай білетін боламыз. Рианна мен Бейонсе жайлы. Қызық па? Онда біз бастаймыз. Бастамас бұрын екі аңыздың жүріп өткен жолдары туралы айта кетейік. Бейонсе Жизель Ноулз Картер танымал американдық әнші, биші және R&B жанрында өнер көрсететін актриса. Орындаушының альбомдары Грэмми саны және әртүрлі диаграммалардың басында болған уақыт бойынша рекордтар орнатқан. Музыка сыншылары жұлдызды музыкалық стильге үлкен әсер еткен, танымал музыка саласына елеулі үлес қосқан тұлғалардың бірі деп санайды. Бейонсе немесе жай ғана Queen Bee, R&B жанрында өнер көрсететін американдық әнші, бір кездері өте танымал Destiny's Child тобының бұрынғы солисті болған. 9 жасында үлкен сахнаға шыққан ол қыздардан құралған эстрадалық трионың құрамында атақ-даңққа жету жолында жүріп өткен. Содан кейін жеке әртіс ретінде өзінің жетістігін бірнеше рет қайталап еселей түскен. Қазір күйеуі рэпер диджей Зимен бірге ол The Carters дуэтінің құрамында өнер көрсетеді. Ол жеке альбомдарының барлығы үздік R&B альбомы номинациясында Грэмми сыйлығын алған жалғыз әнші. Сонымен қатар ұлттық Billboard 200 музыкалық кестесінде бірінші орынға шыққан. Бүгін әлемге әйгілі қуатты меццо-сопрано және сәнді формалардың иесі Техастың ең үлкен қаласы Хьюстонда продюсер және дыбыс инженері Мэттью Ноулздың және сәнгер стилист Тина Ноулздың отбасында дүниеге келді. Жаңа туған нәрестеге оның есімі ата-әжесінің тегінің құрметіне берілді. 1990 жылы Бейонсе сыныптасы Келли Роландпен бірге жасөспірімдер поп тобына кастингке қатысты. Тыңдау кезінде олар Латавия Робертсонмен кездесті. Ақырында олар және тағы 3 қыз таңдалып Girls Time деп аталатын жобаға біріктірілді. Бұл топ қаншама сәтсіздікке ұшырады. Ең соңында Бейонсенің әкесі топты өз қолына алады. Басқа жұмыстары қалған соң отбасының қаржылық жағдайы екесе төмендейді. Тіпті отбасы үйлерінен көшіп жалдамалы пәтерге барған. Бейонсенің әкесі Мэттью Ноулз топтың атын жетілдірді. Бұдан былай қыздар тобы тағдырдың баласы Destiny's Child деп аталды. Ол қыздарға Columbia Records компаниясымен келісім-шартқа отыруға көмектесті. 1997 жылы олардың Killing Time әні Уилл Смит пен Томми Ли Джонспен бірге қара киім киген адамдар экшн-комедиялық фильмінің саундтрегіне енді. Бұл ұлы дәуірдің басы болды. 1999 жыл жаңа соққылар. Екі қатысушы Мэттью Ноулзды кірісті әділетсіз бөлді деп айыптады. Болжам бойынша ол гонорардың көп бөлігін Бейонсе мен оның досы Келлиге берді. Және оларды барлық құқықтарын бұзған. Екінші альбом қабырғадағы жазбалар тағы екі қыздың қатысуымен шықты. Жұмыстан босатылған әншілер топтың продюсермен ұзақ соттасты. Ол нәтиже бермеді. Жаңа қатысушылардың бірі қорқытуға төтеп бере алмай, жобаны тастап кетті. 2000 жылы Destiny's Child трио форматында Бритни Спирс пен Кристина Агилераның концерттері алдында көрермендерді қыздырды. Чарлидің періштелері үшін жазылған «Тәуелсіз әйелдер» бірінші бөлім әні 11 апта бойы Billboard 200 тізімінде бірінші орында тұрды. Бұл топ үшін рекорд болды. 2000 жылдың аяғында топ мүшелері әрқайсысы жеке альбом жазуға ниетті екенін мәлімдеді. Сонымен бірге Бейонсе өзінің кинодағы дебютін жасады. Ол Остин Пауэрс тыңшылық фильмдерінің пародиясында Майк Майерспен бірге әнші Фокси Клеопатра рөлін сомдады. Фильмде ол өзінің алғашқы жеке синглі Work It Out әнін орындады. Үш қыз да жеке мансаптарын сәтті құрды.
2003 жылы Бейонсенің R&B әуесқойлары мен осы жанрды ұнататындарға арналған Dangerously in Love дебюттік жеке альбомы шығарылды. Және сатылым нәтижелері бойынша ол 4 рет платина атанды. Сонымен қатар 5 Грэмми мүсіншесін алды. Рэпер DJ Zмен дуэтте шырқалған және Billboard Hot 100 тізімінде 2 ай бойы бірінші орында тұрған Crazy in Love синглі мен Мисси Эллитонның қатысуымен синглс әні жұртшылықты дүр сілкіндірді. Бейонсе өзінің ерекше визуалды стилімен жанкүйерлерді тартады. Әнші өз өнерін әртараптандыру үшін хореографияны, талғампаз костюмдерді және жарық пен тәжірибелерді қолданады. Олар бірегей сурет пен сыртқы деректерді жасауға көмектеседі. Әншінің отбасылық өмірінде де қиын жағдайлар болды. Егіздер дүниеге келгеннен кейін әртіс сұхбатында күйеуі екеуі көптеген сынақтардан өткенін айтты. Жұлдыздың жанкүйерлері DJ Z'нің опасыздығы туралы бұрыннан болжаған. Ол дизайнер Рэйчел Рой және әнші Рита Орамен қарым-қатынаста болды. DJ Z мен Риананың романтикасы туралы өсек-аян болғандықтан ерлі-зайыптылар бір жыл бірге тұрмады. Риана демекші жарық және экзотикалық. Риананың тарихы Кариб теңізінде басталды. Оның ерекше дауысымен R&B, поп және регги үйлесетін өзіндік стилін бүгінде барлығы да мойындайды. Америкадағы ресми хит-парадтарды басқаратын әндердің жалпы саны поп-дива Мадоннадан да асып түскен. Бүгінде Риананы атақты әнші ғана емес, актриса және дизайнер деп тануға болады. Стильді, жарқын, бірінші нотадан және бірінші көз қарастан танылады. Риана туралы сөз болғанда кез келген сипаттама ең деген сөзбен бірге жүреді. Billboard хит-парадтарында топ жарған ең жас әнші, енді әріптестер арасында ең көп сатылатын және сәйкесінше ең бай әнші. Робин Риана Фенти бұл жұлдыздың толық аты. Барбадоста 1988 жылы ақпанда балықтар зодиак белгісінде дүниеге келген. Әртіс сахнада өнер көрсететін Риана есімінің мағынасын әлі күнге дейін тарихшылар талқылайды. Оны бұрын британдықтар, арабтар және мұсылмандар қолданған. Кейбіреулері бұл атау таза арабша және Құдайдан келген жан, рахаттану немесе бақыт дегенді білдіреді. Ал басқалары бұл Марианна есімінің қысқартылған түрі дейді. Ерекше дауысы бар қызды Кристина Агилера мен Род Стюартпен бірге жұмыс істеген Эван Роджерс продюсер байқаған. Ол барбадалық орындаушының айтарлықтай талантын мойындады және оны демо-дист жазу үшін Америкаға шақырды. Риананың жұлдызды өмір баянын дамуында маңызды рөл атқан рэпер DJ Z болды. Кездесудің бірінші күні әртіс келісімшартқа қол қойды. Студияның «Мен сияқты қыз» әні Ұлыбританияда үздік 5-ке кірді. Музыка сыншылары SOS промо синглін Риананың шығармашылық мансабындағы ең жақсысы деп санады. Танымал әншінің сұлулығы да назардан тыс қалмады. Риана Nike киімдерін жарнамалап, Miss Bissell брендінің бет бейнесіне айналды. Риана тек керемет вокалмен ғана танымал емес, сонымен қатар оның шығармашылығы мен заманауи кинематографты жақсы көретіндерде таныса алады. Ол өзінің алғашқы фильмдегі рөлін 2006 жылы алды. Бұл Bring It On фильмдер сериясының 3-ші бөлімі болды. Риана жаһандық танылудың жаңа кезеңіне жетті. 2021 жылы ол әлемдегі ең бай музыкант әйелдер рейтингінде көш бастады. Оның байлығы 1,7 миллиард долларға бағаланды. Шоу-бизнес саласында вокалист, тележүргізуші Опра Уинфриден бір ғана өкіл озып кетті. Бүгінде әнші өзінің негізгі табысын компакт дискілерді сатудан емес, Fenty Beauty косметикалық брендімен Savage X Fenty іш киім фирмасын капиталдандыру арқылы алады. Риана 2017 жылы өзінің алғашқы брендін жасаудағы мақсат әйелдердің барлық түрлерін идеалды косметикамен қамтамасыз ету екенін айтты. Бірнеше ондаған макияж негіздері енгізілді және пайда $550 миллион құрады. Әншінің мұндай топтаманы жасауға жасөспірім кезіндегі проблемасы итермелеуі әбден мүмкін. Оның жерлестерімен салыстырғанда оның терісі ақшылдау болды. Ол үшін мектеп оқушысын сыныптастары жиі мазақтайтын.
риананың жеке өмірі үнемі папараццилердің назарында. Ол Puff Daddy лақап атымен танымал рэпер Шон Копспен қысқа қарым-қатынаста болды. Содан кейін Крис Браунмен романтикалық қарым-қатынас басталды. Ол қайғылы аяқталды. Күйеуі қызды ұрып, ол үшін шартты түрде 5 жылға бас бостандығынан айырылған. Батыс ақпарат құралдарының хабарлауынша, Сауд Арабиялық миллионермен ажырасуға үлгерген Риана жаңа қарым-қатынаста болды. Бұл жолы оның таңдаған рэпері A$AP Rocky болды. Ерлі-зайыптылар бейресми жағдайда бірнеше рет бірге болған, бірақ екеуі де қарым-қатынасты жария етуге асықпады және журналистердің бұл мәселе бойынша сұрақтарына түсініктеме бермеді. Рэпер әншіге деген сезімін 2021 жылы ғана ашық айтып, Риананы өмірінің махаббаты деп атады. Журналистермен сұхбатында рэпер ғашық жігіттей жарқ етті. Ерлі-зайыптылар идеалды деп аталады. Екеуі де талантты музыкант, ауқатты, қайырымдылық істеріне белсенді қатысады және отандастарына көмектеседі. Шетелдік бақ-тың хабарлауынша, Бейонсе мен диджей Зидің жұлдызды некесі тағы да дағдарысты бастан кешуде. Болжам бойынша, ерлі-зайыптылар арасындағы келіспеушіліктің себебі Риана болды. Бейонсенің айналасындағылардың дерек көздері Бейонсе жақында Лос-Анджелес мейрамханасында жанжал тудырып, күйеуін опасыздық жасады деп айыптады. Кешкі ас кезінде диджей Зи әйеліне назар аудармай белсенді түрде біреуге хат жазып отырды. Бейонсе не болып жатқанын сұрағанда, рэпер әңгіме Риана туралы екенін құлықсыз мойындады. Осыдан кейін дива жанжал тудырып, кештің қалған бөлігі шиеленісті атмосферада өтті. Сондай-ақ инсайдерлер Бейонсенің Грэмми рәсіміндегі Риананың мінез-құлқына ренжіп, ашуланғанын хабарлады. Әнші Бейонсенің қызы Блю Айвимен суретке түсіп, суретін Instagram желісінде жариялады. Бейонсе ашуланып, диджей Зи мен Риананың қарым-қатынасын тоқтатуын талап етеді. Дегенмен бұл екі талай. Өйткені диджей Зи барбадалық әншінің мансабына белсенді түрде қатысады. Осындай көптеген жанжалдар болған. Бұл бірақ черный пиар деген сыбыстар да бар. Менің ойымша, екі патшайымның да ара қатынастары жақсы деңгейде. Қазіргі таңда екеуі де бөлек бағытты таңдаған. Сіздердің ойларыңыз қандай? Комментарийға жаза кетіңіздер. Кім көбірек ұнайды? Бейонсе ме әлде Риана ма?